Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін біз Ақан екеуміз сіздерге ең қызықты эксперимент жасайтын боламыз. Сәлем достар! Біз осындай маминда алдық. Біз бүгін Ақан екеуміз Марвинға барып, осындай лучистые кристаллы дегенді сатып алдық. Бағасы небәрі 990 теңге. Яғни, бұны 2 күнде кристалл өсіруге болады дейді. Балалар, шын ба? Ақан қалай ойлайсың, 2 күнде біз кристалл өсіре аламыз ба? Иә. Көрейікші онда достар. Олай болса, кеттік. Ашылатын жерінде мынандай кішкентай скотч бар, оны тез алуға болады. Қазір көреміз ішінде не бар. Мен шын айтам достар, мен бірінші рет ашып жатырмын бұндай кристаллды, өзіме де қызық. Не бар екен ішінде? Так, мынандай номерок жазылып тұр, не білдіреді білмеймін. Мынау, менің ойымша, бұл кристалл өсіретін тарелка. Міндетті түрде, болды, ешнәрсе жоқ. Ақан қолмен ұстамай тұра тұр. Және де балалар бұл жерде 10 жастан бастап қанақ бұны істеу керек. Ата-аналарының көмегімен қанақ жасауға болады. Өздеріне жасауға. Ақан бола ма? Болмайды. Түсінікті ма балалар? Болмайды. Олай болса балалар, мынандай 2 қағазы бар екен, қатты кардон сияқты екен, оны қоя тұрайық. Мынау міне өзі кристалл өсіретін су сияқты раствор карбамида с красителем деп аталып тұр екен. Ақаннан мына жер қойып қоямыз. Және де мынандай несі бар екен, ережелері бар екен. Яғни ережелерінде жазылып тұр, өзін жалғыз жасама балақай, әке-шешеңмен бірге жасау керексің, және де сен жасың 10-ға толу керек. Сондықтан Ақанды мен ұстатқызбаймын қолына, өйткені Ақан әлі кішкентай, Ақан жай ғана қарайды. Мен де алман. Сен кішкентайсың ба? Сен нешедесің? Қара, мен де алман. Сен жасың 4-те емес па? 10 жастан бастап істеу керек негізі. Мен де алман. Ақан аузын қараңыздаршы, Ақан аузынды көрсетші, не істеп жатсың? Тик-токқа түсірген сағызымыздың түрі жап-жасыл болып кеткен. Ужас. Олай болса достар, кеттік, бірлігіміз бірге жасап көрейік. Так, мен мынаны дайындадым. Не бойынша, ереже бойынша 2 мынау қағазды, қатты қағазды, біреуін 3 сантиметр, біреуін 4 сантиметрге, 3,5, біреуін 4 сантиметр бөлікке бөлу керек екен. Олай болса мен көзбен қарап бөле саламын. 3,5 деп ойлаймын. Мынау 3,5 болсын. Және де 4 сантиметрден онда мынау болсын. Енді бұны ереже бойынша мына жерге кіргізіп қойымыз керек. Қараңдар қалай күшті тұра салады екен. Қатты кіргізіп қоясыңдар достар. Сөйтіп 4-еуінде тұрғыздық. Енді балалар, мынау Ақан, бұны саған ұстауға болмайды. Бұны тек анамыз, папамыз ұстайды, немесе үлкен тәтелер ұстайды. Саған болмайды, өйткені сен әлі кішкентайсың, түсіндің ба? Балалар, сондықтан өздерін ашпаңдар. Түсінікті ма балалар? Кеттік. Оны жекті керек па? Мұнды үшу керек па? Жоқ, ішпейміз, аған болмайды. Енді осылай нелерге құйып шығамыз. Бәрін қойса да болады. Біз бәрін құя салайықшы. Мінеке балалар, қараңдар. Біз барлығын құйдық, ішінде көпірік қалды, енді көпірік ол бізге керек емес. Енді біз осыны 2 күнге қалдырамыз. 2 күннен кейін мен сендерге міндетті түрде не болған, кристалдар қалай жасалынатын көрсетемін. Даже мына жерде Ақанда шығып келе жатқан сияқты кристалдар бол ғой. Мынаған уже кіріп жатыр. Қараңдар балалар, кристалл 2 күн ішінде болу керек. Мен қалай болатынын да бұны суреттегенде болды. Мына жерде кішкентай кристалл болып тұрған сияқты. Ақан, неше күннен кейін кристалдар дайын болады? 2 күн. Дұрыс айтасың, әкелбесті, қандай ақылды баласың сен? Мұқият тыңдап отыр екен балақай. Олай болса балақайлар, 2 күн. Олай болса санаймыз. 1, 2. Вау! Ақан, мынаны қарасайшы. Мынау біздің қызыл судан жасалған кристалл, сенесің бе?
Балалар қараңдар қандай кристалл жасалынды. Бесі. Бұл кристалл жасалынуға 2 күн уақыт өтті. Яғни келесі күні кішкене өсті да, содан кейін тез өсіп кетті. 990 теңгеге сатып алған кристалды. Мен ойламаппын осындай болады. Кел, жақындырақ көрсетіңіз бұны. Қараңдар достар, қандай керемет. Кішкене құлап қалды, негізі былай тұру керек. Просто несін біз дұрыс қоймаған сияқтымыз үстіне. Неке ақан көрсете қойш балаларға. Қалай балалар, сендерге ұнады ма? Ұнаса лайк басыңдар. Анау қатқан. Қатып қалған, я қатты. Кәдімгі кристалл сияқты екен. Бірақ шынымен де балалар қалай ондай шығады, я? Қандай қоспа болу керек? Осылай күшті керемет кристалл болып. Мама көрмей тұрған кезде салып қоя кесе, Ақан. Жарайды. Ақан, олай болса достарымызға айтайық. Бізге Көбай басында подписка жасаймыз. шөжен бізде колокольчик